Чотан достар, Шымкентке келдік. Осы гостиницада бүгін сағат 15:00-де мастер-класс өтеді. Соответственно, мен өзіме сұрақ қойып тұрмын. Бүгін қандай стратегияға разбор жасаймын деп ше. Ары ойланып, бері ойланып, мен все-таки бір стратегияны таңдадым. И самое главное, осы стратегияны Шымкенттің адамдары түсіне алса, олар күнделікті мықты ақша таба алады. Жайдан жай жата алмаймын. Сол үшін осы стратегияға мен арнап видео түсіріп жатырмын. Осы стратегияның көмегімен біз лайфтрейдингта 80 пипус ұстадық. И, кстати, самое интересное, оның стоп-лоссы $2 болады, ал тейк профиті $10-12 бола алады. Айтпақшы лайфтрейдинг жайлы, егер осы каналға қосылып бізбен бірге табыс жасағыңыз келсе, бізбен бірге практикалық түрде трейдингті үйренгіңіз келсе, онда небәрі 10 000 теңге төлеп бір айға доступ алыңыз. Аптасына кем дегенде 3 рет біз лайфтрейдинг жасап тұрамыз. И және әрине Forex King каналына сізді тегін түрде бонуспен қосатын боламын. Егер қызық болса, бұл видеоның астында тұрған сілтемеге өтіңіздер де бізге жазыңыздар. Ендеше стратегияны бастайық. Әрине, ең керемет қозғалыс ол развороттарда болады. То есть өсіп жатқан бағаны құлайтын кезі, немесе құлап жатқан бағаны өсетін кезі, именно осы разворотты қалай дұрыс ұстаймыз, қандай белгілері бар, және ТВХ-ны қалай табамыз, сол жайлы бұл видео болады достар. Поэтому лайк, комментарий, подписканы ұмытпаймыз. Итак, бізде модель разворотаның 4 түрі бар, нақты қолдана алатын. Мен әрқайсының суреттерін сіздерге салып қойдым. Осының барлығын төңкере салатын болсаңыздар, нисходящийдан восходящийға ауысатын белгілер бере алады. Ең біріншісі, ең әдемі жұмыс жасайтыны, ол әрине бізде, как обычно, сіздер білесіздер, восходящий трендте бізде бар минимум және максимум, или higher high, higher low дейтін өзінің терминдары. Егер бізде баға минимумды кескен жағдайда, ол разворот алады. И осы жерде разворот жасаған максимум, именно развороттың себепкері. То есть осы максимумнан кейін бізде бағаны кесті ғой. Қайтадан қайт келеді, соны ликвидность ретінде шешіп, баға дальше төмен қойды. Екінші пример, также бізде бар чок и разворотта обязательно имбаланс бар. Егер имбаланс болмаса, скорее всего, если имбаланс болмаған жағдайда, төменгі ликвидностьті шешіп минимумды баға дальше өсіп кете алады. Поэтому имбаланстың болғаны өте маңызды достар. Үшіншісі, бізде минимум кесілмейді, но тем не менее бізде линия тренда кесілді. Линия тренданы кескен имбаланс болса, то есть именно имбаланс линия тренданы кескен жағдайда, мұны тоже разворот деп қарастыруға болады. Если на жерде имбаланс болмаса, скорее всего, это ложный пробой и баға дальше өсіп кете алады. Имейте в виду. Төртіншісі әрине ол бізде ордер блок, кингальф, это когда мысалы үшін қызыл сичалардың арасында бір жасыл сича алып кетеді, и сол жасыл сичаны қызыл сичалар талап тастады. Тем не менее, чтобы и тейні жасылдыкінен, тейні жасылдыкінен тоже ұзынырақ болған жақсы негізінде. И осы зона сіздерге сел зона болады. Но обязательно должен присутствовать чок, яғни разворот. Данная тенденция работает практически барлық таймфреймдарда. И мысалы үшін доллар Канаданы қарайтын болсақ, в принципе, бұл жердегі сел позицияға пример. Вот именно мына жерден кіретін болсақ, бізде бар, получается, полноценный. Все очень просто здесь, да, то есть бізде баға, если бізде мынау қазір суретін салайық, импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс. Получается, бізде минимум ол мынау жер болады, минимумды баға бізде кесті, так, қазір магнит апсайын. Минимумды баға бізде кесіп разворот алды. И одан кейін көріп тұрғандарыңыздай, именно осы минимумды кескен, былай қарасыңдар болады. Мына минимумды жарған максимум ол бізде міне тұр. Осыны ликвидность ретінде баға шешіп алды да, и дальше көріп тұрғандарында төмен қалып кетті. Немесе тағы да бір мысал, элементарно жаңағы қызыл сичалардың ортасында тұрған жалғыз жасыл сича, осы зона, в принципе, также является жаңағы ордер блоком, от которой там баға бізде дальше төмен қаратып қалады. Но опять-таки бұл 1 минут таймфрейм, сол үшін мына сияқты кішігірім пробойлары по-любому болады. Үлкен таймфреймдерде ондай болмайды. Алтында іздеп көретін болсақ, мысалды, так, алтында, но опять-таки міне развороттарды жақсы көру үшін сіздерге керегі линия трендамен жеңілірек болады. Мында сіздер көріп тұрсыздар, что баға әдемілеп өсті, импульс, коррекция берді, импульс берді и минимумды жарды. Мында кішірек болса да минимум бізде кесілген достар. И минимумды кескен, мына минимумды кескен максимум ол міне тұр, ол ликвидность болады. Баға соны мысалы үшін шешіп құлайды, кішігірім шешіп. Басқа жақ қарайтын болсақ, бізде как раз таки бұл жерде қызыл сичалардың ортасында бір жалғыз жасыл сича қалып кеткен, соның бойынан кетті. То есть и ликвидность шешті, ордер блок ретінде тұрған фигура тоже отработался и так далее.
То есть осындай өте әдемі жұмыс жасап берді. Құлаған кезде баға көп жағдайда предыдущий минимумға дейін баруға тырысады. То есть егер сіздер мына тұрған жерде сел кіретін болсаңыздар, стоп-лосс максимумның артына, take profit минимумға дейін апарып қоюға болады. Ну, 3 к 1 бұл ситуацияда. Можно было бы еще больше. Окей, идем дальше. Тағы да бір әдемі бір картиналарды қарап таба алсақ, можно будет 5 минут таймфрейм, 3 минут таймфрейм, бүкіл таймфреймдерді қарай берген жөн. Әрине еще былай қараған өте керемет болады. Так, в принципе, біз сіздермен мына жақта кішігірім бір ситуация бар сияқты. Если біз сіздермен әртүрлі көреміз, енді линия тренданы былайынан сызатын болсам, мен көріп тұрмын, то что бізде болған пробой. Пробой бізде жасалынды, получается, мына жақта баға қайт келді де, бізде имбаланстың бойынан кетті. Да, немного странная ситуация. Если бы имбаланс пробой жасаса, то одан әрі әдемірек болатын еді. Тем не менее, бізде линия трендінің кесілгені бар, баға реакцияны имбаланстың бойынан берді. Если біз максимум минимум алатын болсақ, в принципе, да, көріндір ма, что минимум кеспеген. Сол үшін бұл жерде ситуация сәл күрделірек болып тұр. Окей, идем дальше. Вот, опять-таки, бізде қазір мынаны тыр секізіп алып тастайық. Линияға қояйық. Бізде тренд мына жақтан келе жатыр, нисходящий болып, мына жақтан восходящий ауысты. Бізге табу керек разворотты. Разворот ол, конечно, бізде импульс, коррекция, импульс. Яғни мынау бізде разворот. Дұрыс қой, максимумды кесті. Вот. Импульс, коррекция, импульс и новый импульс вверх кетті. Қарай қайтадан. Мына жақ қарайтын болсақ, бізде бар восходящий импульс, и осының ішінде жаңағыдей жасыл свечалардың арасында қызыл свеча алып кетті. Ол бізде как ордер блоктың роль ойнап кетті. Соның бойынан баға тырс етіп ары қарата ұшып кетті. И ұшқан кезде ол ближайший максимумдарға барады. Ол получается мына максимум бізде ТП1, мынау ТП2 и мынау ТП3. Ну, конечно, мынаған бару психология керек. Мен мына жерде кірсем, примерно мына жерде жоп тастайтын едім. Окей, и осындай примерлер өте көп. Бізде берсек, олар бізде табла береді. Так. Мынау енді сәл күрделірек ситуация. Бұл жерде СНР мен кет қалды. СНР стратегиясын сіздерге үйреткен мен Малайзия СНР бойынша. Вот мне мына жерден да әдемілеп тұрып ұшты. То есть, что здесь произошло? Қарайық мұқият. Бізде, получается, мынау бізде если разворот деп алатын болсақ, максимумды жарған. Максимум жарғаннан кейін, максимумды жарған минимум ликвидность ретінде қалып кетті. Оны баға шешкен жоқ. Оған жетпей тағы да біреу болды. То есть, екі ликвидность қалып кетті. Цена екеуінде алды да, потом бар ұшты. Мұқият қарайтын болсақ, мынаның асты бізде СНР зона. Uzun, но тем не менее СНР есесіңдер. Осылай өтті. Осымен бітті достар. Сұрақтарым болса комментарий жазыңдар. Мен обязательно сіздерге жауап беретін боламын.